Сәлеметсіздер ме? Мен Бекетаева Мақпал Рахметоллақызы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті жанындағы көпсалалы колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы. Құрметті студенттер, сабағымызды бастамас бұрын біз бүгін мына сөз жұмбаққа назар аударайық. Осы сөз жұмбақ арқылы біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Енді бірінші сұраққа қараймыз. Дуани лұғат ат-түрік, түркі сөздерінің жинағы еңбегінің авторы. Абайдың сүйікті ұлы. Жыр, Орхон енесе жазба ескерткіші. Қашықтасын туған жер, тіршілікте құрыштай бол, төзімді өлеңдерінің авторы. Екінші ұстаз. Зар заман өлеңінің авторы. Ақиқат сыйы еңбегінің авторы. Ілімге толса көкірек, толғауының авторы. Ал енді сіздердің жауаптарыңыз арқылы сабақтың тақырыбын ашамыз. Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлы. Бүгін біз Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығына тоқталамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығынан білімдерін пысықтай отырып, халқы үшін жасаған еңбектерінің мәнін жоғары екендігін ұғындырамын. Бүгінгі бізде күтілетін нәтиже. Оқушылар ойларын жүйелі жеткізе біледі, сөз қорларымен жұмыс істеу қабілеттерін дамытады. Шәкәрім Құдайбердіұлы Абайдың дәстүрін жалғастырушы ірі ақын, ғұлама ойшыл, тарихшы, аудармашы, сазгер. Ол бұрынғы Семей облысы, Абай ауданы, Шыңғыс тауының бөктерінде 1858 жылы 11 шілдеде дүниеге келген. Әкесі Абайдың ағасы Құдайберді қайтыс болған соң Абайдың тәрбиесінде болады. 7 жасынан өлеңге қабілеттілігін танытады. Өз бетімен араб, парсы, түрік, орыс тілдерін игеріп, шығыс орыс классиктерінің шығармаларынан нәр алады. Әртүрлі өнер түрлерін игереді. 20-дан асқанда ел басқару ісіне араласады. Абай қайтыс болған соң ақын аға өсиетімен 1905-1906 жылдары қажылық сапармен араб, түрік, Еуропа елдерін аралайды. Әлем кітапханаларында білім қазыналарымен танысады. Дін мен философия, ғылым салаларын игереді. 1908 жылдан бастап елден шет кетіп, таза шығармашылық жұмыспен шұғылданады. Түрік, қырғыз, қазақ, хам-хандар шежіресі, мұсылмандық шарты кітабы 1911 жылы Орынборда. Қазақ айнасы өлеңдер жинағы, Қалқама мамыр, еңлік кебек поэмалары 1912 жылы Семейде басылып шығады. Орыстың ұлы жазушысы Лев Николаевич Толстоймен хат алысып, өзін оның шәкірті санайды. 1931 жылы бандылармен байланысты деген жалған айыптаумен кеңес қарулы топ мүшелерінің қолынан атып өлтіріледі. 1988 жылы ақын аты ақталады. Шәкәрім Құдайбердіұлының әдеби мұрасы аса бай. Ол поэзия, проза, аударма, тарих, трактат саласында жұмыс істеп, Абай дәстүрінде демократтық, халықтық, гуманистік халықтық бағыт ұстады. Енді мына жаңа сөздерге назар аударайық. Жаңашылдық деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Ол қоғамға бұрынырақта белгісіз болған өнімдерді жасап шығару. Композитор, латын сөзінен айтқанда құрастырушы, музыкалық шығармалардың авторы. Трагизм, әдеби музыкалық шығармаларда образдар арқылы өмірдегі шиеленіскен тартысты бір-біріне қарама-қарсы күштердің ымыраға келмес күресін, қақтығысын суреттейтін трагедиялық элементтер. Көсем сөз, публистика, ол латын сөзіне айтқанда қоғамдық. Әдебиет пен журналистиканың қоғамдағы көкейкесті өткір мәселелерді қозғайтын саласы. Солшыл саясат,
ол қалыптасқан құрылысты түбірімен өзгертуде ұмтылатын саясат. Ал енді құрметті студенттер, сіздер жаңа Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығымен танысып кеттіңіздер. Алдарыңызда оқулық отыр. Енді дәптерлеріңізге білемін, білмеймін, білгім келеді стратегиясы бойынша тапсырмалар орындаймыз. Мына осы кестені сіздер толтыру керексіздер. Енді мына тапсырмаға қарайық. Бірнеше дұрыс жауапты белгілеңіз. Шәкәрім Құдайбердіұлы кім болғанын белгілеңіз. Археолог, композитор, мұғалім, аудармашы. Ойланыңыздар. Дұрыс жауабына назар аударайық. Аудармашы және композитор болған екен. Келесі сұрақ. Тапсырма. Бірнеше сәйкестікті көрсетіңіз. Шәкәрімнің поэмалары, Шәкәрімнің өлеңдері. Осы жерде Шәкәрімнің поэмаларын көрсету керексіздер, және өлеңдері қайсысы? Дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Шәкәрімнің поэмаларына жататын Ләйлі Мәжнүн, Қалқаман, Мамыр. Шәкәрімнің өлеңдеріне Шын сырым, Арман, Насихат. Бұдан да басқа өлеңдерін біз білеміз, е? Келесі тапсырма сәйкестіру. Сол жақтағы сөздерді оң жақтағы сөздермен сәйкестіреміз. Адам аты, жер су аты, шығарманың атын белгілейсіздер. Дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Қараңыздар, дұрыс пе сіздердікі, қате ме? Қате болса, дұрыстаңыздар. Төртінші тапсырма. Топтастыру. Артық деректі алып тастау. Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларындағы қайсысы осы жерде артығын белгілейсіздер. Өлеңдерінде қайсы Шәкәрім Құдайбердіұлына жатпайтын, және де қай қалада ол кісі болған жоқ, қай тілді ол жетік білді, тілдерді. Шәкәрімнің әндерін қайсысы? Дұрыс жауабы. Назар аударыңыздар дұрыс жауаптарына. Ал енді сіздер өздеріңіздің алған білімдеріңізді мына тест сұрағын оқып, берілген жауаптардың дұрыс нұсқасын белгілейсіздер. Енді өздеріңіздің білімдеріңізді тексергеннен кейін дұрыс жауабына да назар аударыңыздар. Осымен біздің сабағымызды қорытындылай келе, ой толғаныс кезеңіне тоқталайық. 5 жолды өлең. Бірінші зат есім, екі сын есім, 3 етістік, 4 сөзден тұратын сөйлем құрастырыстары, түйін синоним жазасыздар. Енді біз өздеріңізді бағалайсыздар. Мына критерийлер арқылы сабақтың мазмұнын бағалайсыздар, сабақтың іс-әрекетін бағалайсыздар, және сабақ кезіндегі көңіл күйлеріңізді бағалайсыздар. Мына көрсеткіштер арқылы қызық емес, қызықты, түсінбедім, түсіндім, жақсы, өте жақсы, не болмаса орташа. Осылай өздеріңізді бағалайсыздар. Келесі үй тапсырма. Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірбаяны бойынша 5 сұрақ құрастырасыздар, және де Қалқаман Мамыр дастанын оқып келесіздер. Осымен менің сабағым аяқталды. Сау болыңыздар.